Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Шамил Алауддинов деген адам туралы менен жиі сұрайды. Бұл адам лапшагон, тілі жақсы дамыған, Әл-Асқар университетін бітірген, бірақ бұл қазіргі күні ислам дінін таза бизнеске айналдырған жалғыз адам. Лапшагон болғандықтан шайтан оған ақшаның дәмін татқызды. Сондықтан діннен бұл адам сондай хабары жоқ. Көптеген қателіктер менен кемшіліктер бар, адасушылықтар бар. Егер бұл адам туралы білгілеріңіз келсе, менің сайтым religia.kz деген сайт бар. Бұл бұрынғы аты, қазіргі аты уақытша, мүмкін кейінірек қайтадан religia.kz болуы мүмкін. Ал қазіргі уақытта аты islam.kz. Осы менің сайтыма кірсеңіздер, мысли на волнующие темы деген раздел бар. Сол разделда осы Шамилдің адасушылықтары менен қателіктері туралы менің көптеген статьяларым бар. Содан оқып көрулеріңізге болады. Қазір осы видео уақытымды кетіргім келмейді. Осындай бейшара адамға бола. Сондықтан менің сайтыма кіріп көріңіздер. Шындықтың бәрін сол сайттан білесіздер.